Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен ғылым және ауыл арнасы. Барлық WhatsApp және Telegram топтарында хит болған сүтті ешкілер бар. Сол видеоларды көріп бәрі таңдай қақты. Бірі өтірік шығар десті, ал енді бірі қараңғы қазағым-ау, шетелде бәрі дамыған, ал біз сол көзбен көргенге де сенбейміз десті. Шынында соншалық сүтті ешкі бола ма? Біз бүгін соған жауап беретін боламыз. Әуелі сол видеоны тамашалайық. Баршаны шулатқан видео осы. Желіні мұншалық үлкен ешкі болады екен-ау дерсіз. Жоқ, шындығында бұлар ешкі емес. Бұл ғылыми түрде шығарылған жаңа түр. Бұны ГМО деп атайды, яғни гендік модификацияланған организм. Олардың сүті де ешкі сүтіне мүлдем ұқсамайды. ГМО еуропалық ғалымдардың еңбегінің жемісі болғанмен де, Еуропада ГМО ауыл шаруашылығында тыйым салынған. ГМО тек Үндістан, Қытай, Бангладеш, Пәкістан сияқты кейбір елдерде заңмен рұқсат. Ал Еуропада тек ғалымдар ғана мұндай мал өсіре алады, әрине тек ғылыми мақсатта. Мұндай ГМО өнімдері тек ешкіге ғана емес, азық-түліктің бірнеше түрлеріне қолданылады. Еліміздің бас арнасы Қазақстан ұлттық телеарнасының осы жайлы журналистік зерттеуін сараптамасын тамашалайық. Сенесіз бе жоқ па, мына алмалардың сатып алынғанына 10 күннен асты. Тоңазытқышта тұрмаса да жеміс өте жақсы сақталынған. Езілгені, шірігені жоқ. Тіпті құс тұмсығы батпай, таптастай. Қытайда өсіріліп бізге әкелінетін бұл будан өнім, яғни гендік өзгеріске ұшыраған алма. Түсінікті тілмен айтқанда, алма жасушасының бір бөлігі басқа ағза жасушасымен алмастырылған. Айталық, алманың ұзақ сақталу үшін технологтар оған шаянның ДНК-сын қолданады екен. Оңайлықпен езіле қоймайтын қып-қызыл қызанақта акуланың азу тісінің гені барын, ал бір түйірі бір елге баратын картоп құрамында доңыздың гені енгізілгенін екінің бірі ескере бермес. Алайда бұл ақиқат, гендік инженерияның жемісі осы. Құрам өзгерген өнімдер біздің нарыққа кіргелі қашан. Ал енді бұған асыл дініміз ислам рұқсат бере ме деген сауал туындайды. Ендеше Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жауабын тыңдап көрейік. Олар жайлы бейне дәрістер. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ГМО немесе гендік өзгертілген өнімдер тақырыбына арналады. Біз халал стандарт бойынша жалпы Құран не дейді осы ГМО турасында? Халал стандарты бойынша біз ГМО-ға рұқсат береді, тек бір жағдайда, егер де ГМО жалпы халал гендер пайдаланылса, қызанаққа мысал үшін балықтың гені халал, балықтың генін қосып отыр, ол халал. Ал егер де бидайға мысықтың генін қосқан жағдай, ол харам болып есептеледі. Ондай жағдайлар рұқсат етілмейді. Тек қана халал гендер рұқсат етіледі. Ауруларға, түрлі ісік ауруларына, бедеулікке, ұрпақ жалғастырмайтын қасиетке сондай шалдықтыратын айтып дабыл қағуда бүкіл әлемде. Айта кететін болсақ, тышқандарға жүргізілген тәжірибелерде тышқандарды екі топқа бөліп, біреуіне жақсы жем беріп, ГМО емес соя, біреуіне ГМО қосылған соя беріп, қоректендірген кезде тышқандарды ГМО қосылған сояны жеген тышқандар ұрпақ жалғастырмайтын дәлелдеді, және денелеріне түрлі ісіктер пайда болғанын дәлелдеп шықты. Шет елдің мұндай гендік өзгеріске ұшыраған өнімдерін алмай, өзіміздің таза сүт ішейік. Видео сізге пайдалы болған болса, онда арнамызға тіркеліп, лайк басып, осы видеомен жақын достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Қош сау болыңыздар. Рахмет.